мысалы бір күн демалыс алып, Астанаға ұшып барып, сол құжатты тапсырып, бәрін ресми түрде заңдастырсаңыз, онда кедергі бола ма сен үшін, Назым? Айтып тұрмын ғой, жалғыз ол емес себеп. Енді не тағы? Білмеймін, түсініксіз жағдай, және шыны керек, мен көрермен тарапынан қарап отырмын қазір. Және Назым, қазір сені көрерменнің 90%-ы теледидардың артында отырып, неменеге ырбиып отыр дейді. Жарайды, оны ашақан бұл нәрсені көтермей қойық, дұрыс болар. Егер